мемлекеттен бекітілген ережелер. Заң мен үшін ол тәртіп, ең бастысы қылмыстыққа жол бермеу. Закон — это написанное государством правила, по которым должны соответствовать, ваше поведение. Жалпы менің өзімнің түсінігім бойынша заңды бұзу, ол Қазақстан Республикасында бекітілген заңдарды бұзу әкімшілік жауапкершілік деп ойлаймын. Ал жалпы тәртіп бұзу қоғамдық тәртіп ретінде мәдениетсіздік немесе бір этиканы сақтамау, яғни ол әр адамның өзінің қоғамдық жауапкершілігі деп ойлаймын. Заң бұзу дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының бағанағы айтып кеткен заңдарын, бізге қойылған талаптарды, яғни соны дұрыс орындамау, соған қарсы іс-әрекеттер жасау. Ал тәртіп дегеніміз ол бір қоғамдағы арнайы тәртіпті орындамау болып саналады. Заң более күрделі, бірақ тәртіп бұзушылық ол социалдық норманы ұстанбау. Негізі ол біртұтас ұғымдар менің тәртіпті бұзып жіберсең, онда заң бойынша сені жауапқа тартады. Тәртіпті бұзсаң, мысалы административтік жауапкершілік. Нарушение закона — это то, что привлекается уголовным делом. Общественный непорядок, верно? А это то, как человек себя неправильно ведет. То есть это зависит от человека. Я считаю, что действительно важно знать все законы, может, базовые законы. Ведь многие люди, совершая преступления, говорят о том, что они не знали об этом законе, но это не освобождает от этого. И многие законы, они также связаны с нормой человечности, воспитание также влияет. Жалпы ойлаймын, әр адам өз құқығын, өз заңын білу керек. Сонымен қатар сол заңды әрине бұзбауға тырысу керек. Сонда әрине тәртіпте, заңда бәрі жақсы болады.